түскен кезде, болмаса тексеру барысында, мысалы, мынандай үй жануарлары туралы күдіктерді тексереді, пайдалануға болады екен. Өте қызықты, балаларға ұнайды. Суретте көріп отырғандай, мысалы, бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 түрлі жануардың суреті бар, үй жануарларын тексереміз. Егер бала, мысалы, қиналып жататын болса, міндетті түрде мына суреттерге қарашы, кәне, не көріп тұрсың деп баладан сұрауымыз керек. Бала суретте ит, мысалы, мысық дейді да, соңын мысықты іздей бастайды. Мысық, кәне, мысықты бастырып көрейікші. Бала былай әрі-бері текшелерді айландырып отырып, мысықтың сұлбасын жасау керек, суретін шығару керек. Міне көріп отырғандай. Әдемі мысық, қара, мысық не істейді? Байланыстырып сөйлеу қабілетінде тексереміз. Мысық не ішеді? Мысық сүт ішеді. Одан кейін бала осы суретті көрген соң, ол бірден тағы да басқа бір нәрсе құрастырғысы келіп, бүйтіп айландырады. Сол кезде, мысалы, тағы да басқа сурет шығуы мүмкін, өстіп қарайды. Мө деп бала айғайлап жіберуі мүмкін. Сиыр, әлі. Сиыр не істейді? Не ішеді? Не жейді? Шөп жейді. Сиыр бізге не береді? Сүт береді, көрдіңіздер ме? Бұл жерде баланың байланыстырып сөйлеу тілін тексеріп аламыз. Содан кейін бала жанталасып бірден тағы ақтара бастайды. Содан кейін міне тауып, мә, қой, қозы деп, мысалы, балаға осылайша көрсетеміз. Бала тағы да ақтара бастайды, тағы бір нәрсе іздейді. Мінездерін әр ақпарат беріп, міне осылайша бала келесі суретті табуға тырысады екен. Ит, аф, күшік, міне көрдіңіздер ме? Қарашы, балақай, күшіктің алдында не бар екен? Сүйек бар, ол сүйекті жақсы көреді ғой. Сүйекті жақсы көреді. Келесі суретте тағы көше бастайды екен. Осылайша бала осындай текшелер арқылы баланы тексереміз, баланың есте сақтау қабілеті, ойлау қабілеті, ұсақ қол моторикасы дамиды екен. Балаға өте қызықты, пайдалы және маманға да өте керекті осындай көбіктерді алып, балалармен жұмыс жасап, тексеру барысында, сабақ барысында қолдануларыңызға болады. Міне жерде тағы не қалып қалды бізде? Ешкіні құрастырдық. Бізде, мысалы, торай қалып қапты. Кәне көрейік, торайды. Балалар бұны көргенде бірден шошқа деп айғайлайды. Шошқа, хрю деп даусын да шығару мүмкін бала. Осылайша баланы біз тексеріп аламыз. Бұл бізде үй жануарлары болды.